аса оянып, Рик арнасын қосып, жаңа таң бағдарламасын көруге жайғасқан көрермен, таң нұрлы болсын дейміз. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке, берекеге толы болсын деген тілек білдіреміз. Көңіл күйлеріңіз жақсы болса, бүгінгі күнге ойға алған барлық істеріңіз де сәтімен орындалады. Жалпы құрметті көрермендер, байқайсыздар ма, кейде таңертең бір көңіл күйің болмай, жұмысқа деген зауқың соқпай тұрады. Кейде адамдар өздерін түске таман жоғалтып алады екен. Ал кейбір адамдар таң атқаннан бастап, ұйқыдан тұрғаннан бастап өзін әлсіз сезінеді. Нәтижесінде күнделікті шаруаларға күшіңіз бен уақытыңызды сарп етесіз. Есесіне өнімділік азайып, адамның тың дүниені ойлауға деген қабілеті жойылады. Енді мәселені айттық, осыны шешудің жолдарын ұсынайық, назарларыңыз бізде болсын. Өзіңіздің бойыңыздағы күшіңізді тартып алатын әдеттерді саралап, өзге бағытқа бұрылу керек. Мысалы, тым көп ұйықтау. Жалпы ұйқысыздық дерті адамға қалай әсер ететінін білетін боларсыз. Дегенмен, шектен тыс көп ұйықтауда денсаулыққа зиян. Психологтардың пайымдауынша, оятқыштағы тағы біраз ұйықтауға мүмкіндік беретін позже батырмасының өзі адамның жүйке жүйесіне кері әсерін тигізеді екен. 5 минут дейсіз де дұрыс ұйықтамайсыз, ұйқыңыз қанбайды, нәтижесінде көңіл күйіңізді бұзасыз. Кеш жаттыңыз, ұйқыңызды қимай тағы да тұрдыңыз. Ал жұмысқа баратын уақыт болса таяп қалды. Шешімі таңғы астан бас тарту. Таңғы асты уақытылы ішу күні бойы сергек жүруге бойыңызға нәр береді. Одан бас тартқаныңыз тек қана көңіл күйіңізге ғана емес, денсаулығыңызға да кері әсер тигізетінін ұмытпағаныңыз абзал. Тағы бір энергияңызды жұтатын әдет ол әлеуметтік желілер. Жалпы осы дүние менің практикалық жүзінде де орындалған. Күнделікті өмірде бір орындайтын шаруаларыңды жинастырып қоясың, сөйтіп телефонға үңіліп, әлеуметтік желілерге кірер болсаң, барлық энергияң кетіп, әлеуметтік желілерден мүлдем шыға алмай қаласың. Жалпы әлеуметтік желілер бойыңыздағы энергияны жоятын әдеттердің ішіндегі рекорд орнатады. Себебі өзге парақшаларға қарап отырып, өзімізге бұйырмаған нәрселерді сараптап, өмірден қалып қойғандай күй кешеміз. Лайк пен пікірге тәуелділік туады. Күннің батып, қалай атқанын білмей қаламыз. Түскі асымыз бен ойын-сауық кешенінен ләззат алудың орнына, оны қалай суретке түсіріп, әлеуметтік желіге таратуды ойлаймыз. Әлеуметтік желіде өзіміздің жаңа нұсқамызды өзіміз жасап шығаруды ойлаймыз. Таңертең көңіл күйіміз түсіретін тағы бір нәрсе ол кептеліс, кезек, күту. Сондықтан да таңертең мейлінше ұйқыдан ертерек тұрып, жұмысыңызға болсын, сабағыңызға болсын, ертерек қамданып, ертерек барғандарыңыз дұрыс. Жалпы көптеген адамдар өз жұмыстарын ашулы түрде бастайды. Өйткені таңертеңгі кептеліс оның барлық энергиясын өзіне тартып алады. Мүмкін бейтараптылық танытып, күнделікті құбылыс ретінде қабылдайтын болсаңыз, өміріңіз әлдеқайда жеңіл болар еді. Ал жұмысқа не болмаса, жұмысқа ұйықтап қалып айтарлықтай кешіксек, не істейміз? Әрине, түрлі сылтаулар айтамыз, өтірік айтамыз, ал өтіріктің аяғы шизофренияға әкелетін білесіз бе? Өтірік айтып, кейін өзіңізді кінәлі сезінесіз. Ұяласыз, әрі шындықты біліп қоймас бекен деп мазасызданасыз, ал ол сіздің барлық энергияңызды жұтып алады. Егер аталған тізімде өзіңізге тән әдеттерді байқасаңыз, қазірден бастап күресіңіз. Бойыңыздағы күш ұзақ өміріңіздің кепілі екенін ұмытпағаныңыз абзал. Ал бізде бағдарламамыздың ең қызықты айдары Жұлдыз жорамал, бүгінгі күндеріңіздің қалай өтетіндігін Жұлдыз жорамал айдарынан біле аласыздар. Арнадан алыстамаңыздар. Егер сіз физикалық формада болғыңыз келсе, оны бүгіннен бастаңыз. Бүгін жаулармен ойнаудан қорықпаңыз, сәттілік сізде, қазірдің өзінде жоғалған нәрсені қайтаруға тырыспаңыз. Бұл кеш аспаздық эксперименттер үшін өте жақсы, жақындарыңыз сізді бағалайды және мақтайды. Біраз мәселені шеше аласыз. Бүгін шаяндар өздерін басқара алмайтын кеме сияқты сезінеді, алайда сабыр сақтап, бәрін ашусыз шешуге тырысыңыз. Сіз бүгін өзіңіз үшін ең жақсы жұлдызнамашысыз, психологсыз әрі көріпкелсіз. Сондықтан денсаулықты сақтау үшін және өзіңіз қалаған нәрсені алу үшін тек өзіңізді тыңдаңыз, сабырлы болыңыз. Өз көзқарасыңызды егде жастағы адамдарға дәлелдемеңіз, ренжітіп алуыңыз мүмкін. Таразы бір нәрседен бас тартқыңыз келсе, екінші нәрсе үшін қорықпаңыз. Бұл таңдау сізді қуантады. Бұл күні таразыға арналған күнделікті жұмыстар қиынға соғады. Бейтаныс адамдардың ұсыныстарынан бас тартыңыз. Егер жұмыстағы әріптесіңіз сізді тағы да іліп тиіспекші болса, оны елемей дәл солай жауап бере аласыз. Біраз уақытқа дейін ол сізден қалып қояды. Көп ақша жұмсамағаныңыз
абзал. Мерген. Бүгін сіз қарсыластарыңыздың көңілден шығатын ымыраға келуге бұрынғыдан бетер бел буыңыз және мәселелерді шешуде дәл осы әдісті пайдаланыңыз. Тауешкі. Мақтан еткен жақындарыңыздың назарында боласыз. Теледидар немесе фильм көру сезімтал тауешкілерге қайға келеді. Су құйғыш. Егер сізде бірдеңе ойдағыдай болмаса, ренжімеуіңіз керек. Оны ертеңге қалдырыңыз. Жалқаулықтың ықпалына түссеңіз, кейінірек жоғалған уақыттың орнын толтыра алмайсыз. Балықтар. Бүгін сіздің жолыңызда ұзақ уақыт бойы күткен сіздің тірегіңіз бен өміріңізге айналатын адам жолығуы мүмкін. Мүмкіндігіңізді дұрыс пайдаланыңыз. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, біз арнаға қайта оралдық. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын деген тілек білдіреміз. Апта жақсылығымен басталып, ойға алған барлық істеріңіз шешімін тапсын. Жалпы, қазір баспананың адам өміріндегі маңызы туралы айтып жатудың қажеті жоқ шығар. Себебі алайда қай кезеңде, қай қоғамда болмасын, оған қол жеткізу үшін көпшілік үшін оңайға соқпайды. Барлығы үйлі болса екен дейсің. Қазір осыған қатысты бірнеше заң жобалары енгізіліп жатыр. Барлығы халық үшін үлкен септігін тигізеді деп ойлаймын. Үміттенеміз. Қазір қаламызда көп қабатты, әдемі, ерекше дизайндағы ақылды үйлер салынып, қалаға көрік беруде. Алайда байқасаңыздар, кеңестік заманда, кеңестік одақ кезінде қалаларда көбінесе көп қабатты үйлер 9 қабаттан ғана салынатын болған. Жалпы ескі үйлер 9 қабаттан аспайды. Мұның өзіндік сыры бар. Неге десеңіздер, неге 8 емес, болмаса 10 қабат емес деген сұрақ туындаса, айтайық. Жалпы зерттеп көретін болсақ, ол өрт қауіпсіздігіне байланысты көрінеді. Кеңестік өрт сөндіру автокөліктеріндегі механикалық сатының ұзындығы 28 метр болатын. Ал үйдің әрбір қабатының биіктігі 2,8-3 метр болса, өрт сөндірушілер 9 қабаттан артық көтеріле алмайтындығы түсінікті. Одан биік үй салу қажет болғанда, құрылыс заңнамасына сәйкес өрт қауіпсіздігіне қатысты қосымша отқа төзімді материалдардан жасалатын саты, басқа да қондырғылар, түтін тарататын жүйелер мен эвакуациялық жолдары болуы тиіс. Сонымен қатар, үй 9 қабаттан биік болған жағдайда 2 лифті жұмыс жасау керек. Міне осындай экономикалық тиімділік ескерілген тәрізді. Бағдарламамыздың бас демеушісі K7 Group компаниясы. Батыс Қазақстан бойынша жылжымайтын мүлік нарығындағы қазіргі кездегі даму компаниясы болып табылады. Егер сіз үй алуды армандап жүрсеңіз, K7 Group компаниясы сіздерге әртүрлі бағдарламалармен өз көмегін тигізе алады. Сіз зейнетақы жинағыңызды пайдаланып, K7 Group'тан үй алуыңызға болады. Зейнетақы жинағын қалай дұрыс пайдалану қажет? K7 Group сіздің зейнетақы шотыңызда жинақталған қаражатты тиімді пайдалануға, атап айтқанда, жылжымайтын мүлікке инвестициялауға мүмкіндік береді. Егер де сіздерді осы ақпараттар қызықтыратын болса, 8747-207-0404 сатылым бөліміне және де Ғайза Жұбанова көшесі 13-14 офиске барып, барлық керекті ақпараттарды біле аласыздар. Ал бізде қазір арнамызда жарнамадан кейін сіздерге айтатын пайдалы ақпараттарымыз өте көп. Арнадан алыстамаңыздар. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, біз жарнамадан оралдық. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендеріміз бар болса, қайырлы таң дейміз. Жан әке, шертіп сезім домбырасын, кеудемді қуанышқа толтырасың, арманның аспанына құлаш ұрсам, арқамда асқар тау боп сен тұрасың. Бұл күнде мен өзеннің арнасымын, кім мөлдір болса соның жолдасымын, қуан сен, қуана бер әкетайым, мен сенің өміріңнің жалғасымын. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің қозғап жатқан тақырыбымыз отбасындағы әкенің рөлі. Жалпы қазақи тәрбиеде өскен әрбір отбасында әкенің рөлі айрықша деп ойлаймын. Әкенің рөлі, әке тәрбиесінің отбасындағы маңызы, оның абыройы, қоғамдағы емес, жалпы отбасы шағын мемлекет болып саналатын болса, сол мемлекеттегі әкенің рөлі, абыройы әрқашанда биікте болмақ.
Жалпы әкелердің абыройы ешқашан төменге түскен емес, және әкенің сөзі оқпен тең деп жатады қазақ халқында. Сондықтан да әкелердің құрметі, олардың берер тәрбиесі, балаға берер тәрбиесі әрқашанда жоғары орында. Жалпы менің өзімнің отбасында да қазақы тәрбиеде өскендіктен әкемнің рөлі әрдайым жоғары болатын. Әкемнің айтқан әрбір сөздері менің санамда үнемі жаңғырып тұратын. Біздің үйде қарапайым ғана отбасымызда әкемнің айтқан сөзі әрдайым заң болатын. Ешқашан екі сөйлемейтін, және ол сөз ешқашан талқыланбайтын. Балалық шағымда да мысалға бір дүниелер болатын болса, бір мәселе туындайтын болса, оны біздің үйде тек қана әке шешетін. Ал ес білген шағымызда барлығын мектепті бітіріп, ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысып, сол кезде ұлттық бірыңғай тестілеуге барған кезде менің жаныма анам емес, әкем еріп барды, және ол маған үнемі қай кезде болсын қолдау білдіріп, мен сенімен біргемін, саған сенемін деген сияқты сөздерін айтып, үнемі мені қолдап отыратын. Ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижесін әкем екеуміз бірге күттік, және де нәтижесінде мен төмен балды иеленіп қалдым, 82 балды. Сол кезде жылап, мен не істерімді білмей, кәдімгідей енді оқуға түспеймін деген сияқты нелер айтқан кезде әкем мені қолдап, керісінше сені қандай мамандыққа, еліміздегі қай жоғары оқу орнына түскің келсе де, сол жерге апарамын, сол жерге түсесің, қалаған оқуыңда ақылы негізде болса да мен сені оқытамын деп үнемі қолдау білдіріп, қолпаштаған болатын. Мен әкемді сол үшін ғана емес, жалпы сондай кездерде бізде жалпы қазақ тәрбиеде мынандай түсінік бар ғой, баланың тұйықтығы деген сияқты нәрселер кез келген, мысалға әкеге деген, анаға деген махаббатымыз үнемі ашып жеткізе алмаймыз, айта алмай жатамыз. Сол кезде мен әкемнің маған деген мейірімін, өзі сұсты, сондай жаңағы мінезі қатты кісі болғаннан кейін сондай бір қолдау сөздерін естіген кезде кәдімгідей жаным жадырап, қуанып қалғанмын. Әкенің жалпы, олар әкелеріміз қаншалықты жаңағы сырттың адамы болғанымен, түздің адамы болғанымен, олар қанша бізге қатал болғанымен, олардың махаббаттары, мейірімдері балаға деген бәрібір шексіз. Жалпы бірде баласының мазасыздығынан әбден мезі болған Қожанасырдың әйелі ашуға беріліп, отағасы, бұл менің ғана балам емес, сен де ол баланың әкесі саналасың, сондықтан бала бағуға екеуміз де бірде болуымыз керек. Оған 12 сағат мен қарасам, 12 сағат сен қарайсың деп шарт қояды. Қожанасыр енді өзінің баласы болғаннан кейін амалсыздан келіседі. Бір күні ұйқыда жатса, әйелі иығынан тұртып, тұр, сағат 12 болды, мен кезегім аяқталды, енді сен қарайсың деген екен. Сонда ол, сен өзіңе тиесілі бөлікті қарап бітірсең, онда менің бөлігімде бала жылай берсін деп жауап беріпті. Бұл жай ғана бір әзіл болғанымен астарында ащы ақиқат жатыр. Еркектің тұрмыс қамымен дүзде жүретіндігі рас, бірақ оның бұл әрекеті жауапкершілікті әйелдің мойнына артуын ақтамайды. Өйткені әйел беретін дәруменді еркек, еркек беретін дәруменді әйел ешқашан бере алмайды. Бірде қарт Құнанбай баласы Абайды шақырып, балам, сен әкеңе жете туғансың ба, әлде одан өте туғансың ба деп сұрайды. Сонда Абай, әке, мен өте туғанмын, өйткені мен ақын болдым деп жауап берген екен. Аз ғана ойланғаннан кейін Құнанбай, жоқ, сен маған жете тудың, өйткені туу үшін, өте туу үшін Абай секілді бала тәрбиелей алуың керек деп жауап берген екен. Өте керемет айтылған сөздер, өте керемет келтірілген қазақ әдебиетінің тарихынан мысалдар болды деп ойлаймын. Қазақ тәрбиесіндегі баламен әкенің арасындағы керемет бір қарым-қатынастар. Жалпы жақсы маман жұмысын жақсы атқарушы емес, білгенін үйретіп, жақсы маман дайындай білуші. Сол секілді еркек қандай әке бола алғандығымен бағаланады. Ұлыңызға беретін ең жақсы сыйыңыз мәнді, жемісті болсын. Әке үмітін ақтайтын ұл қыздар көп болсын. Ал бұл менің балам деп мақтанатын әкелер көп болсын дегіміз келеді. Жалпы әке болу әрине бақыт, бірақ қыздары бар әкелер өздерін одан да бақыттырақ сезінеді деп ойлаймын. Ұрпақ жалғау үшін ол маңызды деп күткенімен, қыздар үшін жанын беруге даяр әкелерді көргенде көз сүйсінеді. Қыз баланың бойындағы әйелге тән нәзіктік пен ибалылық үйдегі әкеге қарап қалыптасарын білесіз бе? Себебі өмірге келген қыз бала ер адаммен қарым-қатынас жасауды ең бірінші әкесіне қарап үйренеді. Егер әкесі қызына үнемі мақтау сөздер айтып, оның сұлулығы мен ақылдылығын, мейірімділігін, ептілігін айтып отырса, еркелетсе, ол қыз балаға жақсы жағынан әсер етеді.
керісінше кемшілігін, дөрекілігін бетіне басса, қыз баласының өзіне деген сенімсіздігі артады. Оны анасынан қарағанда әкесінен естуі қыз баласына ана ғұрлым ауыр тиеді. Ал біздің арнамызда әкелерге қатысты керемет ән тыңдап, көңіл күйімізді көтеріп алайық. Анамды жылатпағаның үшін, рухымды құлатпағаның үшін, рахмет әке. Балам деп өбектегенің үшін, жамандық үйретпегенің үшін, рахмет әке. Қорғансыз тастамағаның үшін, ниетті ластамағаның үшін, рахмет әке. Ең жақсы адам болғаның үшін, адамнан адал болғаның үшін, рахмет әке. Әкең деп айтатын анам, әкем деп айтатын адам, барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған, Аллаға шүкір. Жап-жарық жұмақ болғаның үшін, уақытша сынақ болғаның үшін, рахмет өмір. Тағдырды таңдамайтының үшін, адамды алдамайтының үшін, рахмет өмір. Әкеммен қауыштырғаның үшін, анаммен таныстырғаның үшін, рахмет өмір. Бар жоққа бөленбейтінің үшін, барлығын дәлелдейтінің үшін, рахмет өмір. Әкең деп айтатын анам, әкем деп айтатын адам, барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған, Аллаға шүкір. Әкем деп айтатын адам, барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған, Аллаға шүкір. Басымнан сипайтын адам, басымнан сипайтын анам, барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған, Аллаға шүкір. Рахмет әке.
көрермендер, керемет ән тыңдап, біз арнамызға қайта оралдық. Бүгін 8 ақпан күн сейсенбі, арнада жаңа таң бағдарламасы. Жыл сайын 8 ақпанда Ресейлік ғылым қауымдастығы 1999 жылы президент жарлығымен бекітілген Ресейдің ғылым күнін атап өтеді. 1724 жылы 8 ақпанда Петр I патшаның өкіміне байланысты басқарушы сенат жарлық қабылдап, Ресейде ғылым академиясы құрылған болатын. 1925 жылы КСРО ғылым академиясы болып өзгертілді, ал 1991 жылы Ресей ғылым академиясы болып өзгертілді. Бұл күнгі іс-шараларға профессорлар, академиктер, зерттеушілер, оқытушылар, аспиранттар, ғылым кандидаты мен докторлары, білім және ғылым министрлігінің шенеуніктері қатысады. Мерекенің мақсаты қоғам назарын ғылыми прогресске аудару. Ал Словенияда 8 ақпанда Словен мәдениетінің күні, Прешерн күні тойланады. Бұл мереке атақты Словен ақыны Франция Прешернге арналған. Өзінің алғашқы өлең жолдарын Прешерн 1824 жылы жаза бастаған, ал 1827 жылы бірінші басылымдары жарық көрген болатын. 1830 жылдары жақын адамдарының қазасы мен жауапсыз махаббат салдарынан ақын ішкілікке салынып кетеді. Соған қарамастан теңдесі жоқ өлеңдер жазылып, оның туындыларын бүкіл жұрт таласа тармаса оқыды. Бірегей ақын мен оның ел мәдениетіне қосқан зор үлесінің құрметіне 1944 жылы Словенияда Прешерннің өмірден өткен күні Словен мәдениетінің күні болып жарияланды. Бүгін словендер демалады. Сонымен бірге бүгін тыйым лақтыру күні. Осы әдіспен маңызды бір шешім қабылдаған кезіңіз болды ма? Егер бұрын байқап көрмеген болсаңыз, бүгін сәті түсіп тұр. Жай қызық үшін жауапкершілікті арқаңыздан сырудың жолы деп ойламаңыз. Өйткені бүгін осылайша қабылдаған бүкіл шешіміңіз дұрыс болып шығады. Нәтижесін тап сол сәтте көрмесеңіз де, алдағы уақытта міндетті түрде көзіңіз жетеді. Ал біздің бүгінгі қозғап жатқан тақырыбымыз отбасындағы әкенің рөлі. Бүгін бізде сұхбат айдарында бүгінгі тақырыбымызға байланысты әкелер қауымдастығының мүшелері қонақ болады. Алдағы уақытта керемет сұхбат болады. Әкенің қоғамдағы, отбасында ғана емес, қоғамдағы рөлі туралы, әке тәрбиесінің отбасындағы маңызы, оның мақсаты, балаға берер тәрбиесі туралы сөз қозғайтын боламыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Әке, сен жансың биік, дана тұлған, мейірім нұрыменен жаратылған. Бар әлемнің жақсылығын бойға жиған менің әкем мен үшін дара туған. Әке, сенің жүзіңнен қуат алам, жанарыңнан жылуы шуақтанған. Өзің барда ғажайып көрінеді, шынайы боп көзімен мына қалам. Таңды қалай атырсаң, күнің солай өтеді деп жатамыз. Күніңіздің табысты өтуіне тек өзіңіз ғана жауаптысыз, құрметті көрермен. Десе де, сізді кері тартатын әдеттерді мейлінше жасамауға тырысуыңыз керек. Мысалы, ас ішпей үйден шықпаңыз. 15 минут ерте тұрып, таңғы асыңызды ішсеңіз, күніңіздің жақсы өтуіне ықпалын тигізеді. Таңғы асты ішпей шықтыңыз делік. Жұмысқа келдік, содан кейін не істейміз? Тамақты ойлаймыз. Содан кейін келесі ой, түскі ас тезірек болса екен. Түскі асты ойлап отырып, жұмысқа деген ниетіңіз азаяды. Көбіміз уақыт алмайтындықтан колбаса мен сырдан бутерброд жасап жегенді ұнатамыз, иә? Ал ағзаға ең пайдалылары сұлы, қарақұмық, күріш ботқалары, мюсли, пісірілген жұмыртқа, йогурт, ет және де балық екенін біле бермейміз. Үнемі асығып жүретін жандарға Dala Fruits шырыны тиімді екенін айтқымыз келеді. Dala Fruits қант, консерванттар және де әртүрлі қоспалары жоқ, табиғи тікелей сығымдалған алма шырыны. Шырынның құрамында тек піскен таңдалған алмалар бар. Көптеген аурулардың алдын алуға ықпал ететін пайдалы заттар мен микроэлементтердің толық жиынтығы бар. dalafruits.kz жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2012 жылы Түркістан облысының Сайрам ауданында құрылған. Бүгінгі таңда озық технологияларды пайдалана отырып, алма және басқа да жемістерді өсіру, сақтау және де өңдеу қызметтерін атқарып жатқан, серпінді дамып келе жатқан компания болып табылады. Бұл шырынды қайдан алуға болады деген сұрақ туындаса, көрермендерімізге айта кетейік, барлық сұрақтарыңыздың жауабын Dala Fruits Батыс Instagram парақшасынан таба аласыздар. Dala Fruits шырыны сатылатын дүкендер тізімі, компания, өнім туралы толық ақпаратты, акциялар мен ұтыс ойындары туралы ақпарат Dala Fruits'тың Instagram парақшасынан біле аласыздар. Ал қазір арнамызда жарнамадан кейін әкелердің қоғамдағы рөлі туралы, отбасындағы маңызы туралы, әке тәрбиесі туралы сұхбат айдары болады. Арнадан алыстамаңыздар.
Қайырлы таң, құрметті көрермендер, өздеріңізге уәде еткеніміздей қонақжай студиямызға келген меймандарымыз бар, таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта Қазақстанның әкелері Республикалық әкелер қауымдастығының төрағасы Кулов Аманғос мырза және құрылтайшы Тобылбаев Еркін мырза. Қайырлы таң, мырзалар, қош келдіңіздер, көңіл-күйлеріңіз қалай? Қош көрдік. Жақсы, жаман емес. Керемет. Қуаныштымын осындай студияда сіздерді көріп жатқанымызға, керемет сұхбат болады деп сенемін. Жалпы бүгін бізде эфирде қозғап жатқан тақырыбымыз отбасындағы әкенің рөлі. Осы біздің тақырыпқа байланысты пікірлеріңізді айта кетсеңіздер. Қазіргі таңдағы әкенің отбасындағы рөлі қандай? Енді қазіргі таңда әкенің рөлі, қазіргі біздің қоғамдағы әкенің рөлі өте төмендеп бара жатыр. Осы еңбек қоры жүргізілген саналы әке тақырыбында осы біз тренингтерден өтіп, неше түрлі әртүрлі тақырыпта тренингтер болатын. Сол тренингтерден өтіп, әкенің бала тәрбиесіндегі әкенің рөлі, қоғамдағы рөлі түсіп бара жатқандықтан осындай біз қауымдастықты құруға ниет еттік. Аллаға шүкір, қазір жұмыс жасап жатырмыз. Жалпы әке тәрбиесі деген не? Сіздердің ойларыңызша, қазақы тәрбиемен байланыстырмағанда? Әке тәрбиесі бірінші кезекте ол балаға бағыт беруші. Қазақта бір әдемі сөз бар. Ана баланы армандатуға үйретсе, әке оны жүзеге асыруға үйретеді дейді. Осы бағытта көптеген жұмыстар атқару керек. Яғни кез келген салада әкенің бағыт-бағдары бағдаршам ретінде, теңізде жүрген бағдаршам ретінде көріну керек. Себебі әрбір әкенің сөзі балаға өтімді болу керек. Соңғы кезде сауалнамалар алынып жатыр. Сауалнамалар кезінде әкенің рөлінің 40%-ға немесе 50%-ға төмен түсіп кеткенін көрсетіп отыр. Қазіргі таңда заң бойынша айтып кететін болсақ, бірінші кезекте заңның алдында әкенің емес, ананың рөлі қорғалады. Оны да сипаттап айтып береді. Сонымен қатар әкелерге арналған белгілі бір таңда әрбір облыс айтпай қояйық, жалпы облыстарда орталықтар жоқ. Біз мысалы қоғамдастық ашуды сол үшін кірістік. Себебі біздегі ұлттық тәрбие төмен түсіп бара жатыр. Ұлттық тәрбиені өзгеге қарайында, өзге елдің салты басқа, иттері қара қасқа деген ұғымды негізге ала отырып, біз өзіміздің қазақ екенімізді ешқашан ұмытпай, яғни біздің болашақтағы ұрпақтардың біз білімдермен және ең бірінші кезекте тәрбиемен сусындауына негіз жасау керек. Қазіргі таңда өкінішке орай әкелер, жас әкелер болсын, отбасындағы өзінің әкенің рөлінің маңызды екенін көп түсіне бермейді. Оған қатысты қаншама оқиғалар болып жатыр. Осыған қатысты ойларыңыз, бұны шешу үшін не істеу керек? Енді әрине қазіргі таңда әкенің рөлі жанұядағы ол табыс көзі болып табылады, яғни жұмысымен, өзінің жұмысымен жұмысын атқарып келіп, бала тәрбиесіне аз ғана уақыт бөледі. Сондықтан да ендігі қадамымыз сол балаға көп көңіл аударса деген сондай бір тақырыптағы тренингтер өткізіп жатырмыз. Сонымен қатар Мен қосып айтып берейін, осы жерде жасы отбасыда, жас әкелерге, жас жігіттерге біз тренингтердің көбісін жар таңдаудағы ескеретін қасиеттер, ескеретін жайттарды сипаттап жатырмыз. Сонымен қатар әрбір әкеге айтып кететін, өзіңнің балаң сенің өзіңнің қаның. Қаның болған кезде, сен егерде ол бала ерте ер жеткен кезде, әкесінің қандай қылықтары есте қалады. Сол себепті оған көбірек көңіл бөлу керек. Мына табыс көзімен есептеледі, ол қате пікір деп есептеймін. Біздің қазақы тәрбиеде әрқашанда барлық түскен табыс отбасының ол берекеті, отбасының берекесі деп есептейді. Сол себепті шүкіршілік ету керек. Ол әйел адам көп табады, ер адам көп табады деген ұғымды теріске шығару керек. Себебі бас табыс оларды ұсата білуінде. Кезген екі жақ заң алдында бірдей қосылды, неке құрған кезде. Тап сондай жағдай екі жақта бірдей тең дәрежеде көрсетілу керек. Бірақ әкенің сиесі біздің отбасы қоғамда қалу керек. Себебі әкенің бір ғана сөзі өтімді болу керек. Сол мақсатта жұмыс жасап жатыр. Ал болашақ жаңағы құратын жас жігіттерге, тағы басқа адамдарға, негізі ер азаматтарға біздің айтарымыз осындай тренингтер, біздің тренингтерге қатысыңыздар. Себебі қазіргі ер азаматтар отбасы тәрбиесінде болсын, жалпы өзінің ұстауында болсын, өзінің қателігін мойындай білмейді.
келмейді. Соны мойындау керек. Яғни кез келген аурудың алдын алу керек. Аурудың алдын алса, оның емі табылады. Сол мақсатта жұмыс жасауға бағыт бағдар көрсету керекпіз. Біздің қоғамда негізгі мақсаты осы. Яғни әрбір қазақ отбасы өз армандаған әкесіне қол жеткізу. Өте керемет осындай қауымдастықтың жалпы қоғамда осындай ұйымның ашылып жатқандығы негізі қуантады. Жалпы осы ұйымның ашылуы туралы сіздерге бұндай ой қайдан келді? Мынандай ұйымға қайдан тап болдыңыздар? Сол туралы айта кетсек. Енді мана айтып кеттім, ең бақытты ел қорымен саналы әке тақырыбында жоба жүргізілген болатын. Енді жалғыз біздің облыста емес, бұл жерде бүкіл Қазақстанның әкелері қатысты. Сондықтан енді қазіргі таңдағы ажырасулар, бала суициді, жасөспірімдер арасында құқық бұзушылық, жанұядағы зорлық, зомбылықтың көбейгеніне байланысты осы шаралардың алдын алу мақсатында, осы проблемалардың азайту мақсатында осындай қауымдастықты құрамыз. Мен осы қауымдастыққа келудегі бас мақсатым, мұндай ұран бар, америкалық президенттің ұраны. Америка маған не береді емес, мен Америкаға не берем деген мақсат. Әрбір әке осылай жұмыс жасау керек. Мен еліме не берем деп. Осы мақсатта ұйымдастыру керек. Жаңа біз 2020 жылы маусым қазан айында біз арнайы тренингтерден өттік. Тренингтен өткеннен кейін біз республиканың 17 аймағына 200-ге тарта әке бірігіп, 2021 сәуір айында осы әке қоғамдастығын аштық. Осы қоғамдастықты ашқаннан кейін біз бала құқығын қорғау департаменті бар. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі жанында. Сонымен тікелей меморандумға отырып, ең бірінші кезекте баланың дұрыс тәрбие берілуіне, баланың көп көңіл бөлуіне, балаға қалай жағдай жасау керек, сол мақсатта көптеген жұмыстарды атқарып келе жатыр. Ол бірінші кезекте еңбекке баулудан бастап ұлттық сана сезімді қалыптастыру мақсатында жұмыс жасау келе жатырмыз. Жалпы жұмыстарыңыздың алға басуына тілекшіміз. Жалпы қазір құрамдарыңызда қанша әке бар? Құрамымызда енді көптеген әкелер бар. Осы мектептің қалаларында қазір тренингтер жүргізіп жатырмыз, жиналыстар өткізіп жатырмыз. Арамыз Аллаға шүкір көбейіп жатыр. Енді біздің жаңағы ой пікірімізбен біздің әкелерге жеткізіп жатқан ақпараттарымыз әкелерді жаңағыдай жақсы қалып келе жатыр. Әкелерді қосылайық, көмегіміз тисе жаңағыдай көмектесуге қарсы емеспіз деп сондай бір нелер келіп жатыр. Ұсыныстар да беріп жатыр, өздерінің ұсыныстарын қалай қалсақ. Себебі бұл жерде жалғыз осы қала бойынша еркін екеуміз жүрген, енді біз неғұрлым біздің арамызда көп болған, әкелерді көп болғанын жақсы көріп отырмыз. Осы жерде қосып айтып кетейін. Кеше ғана біз Ақтөбе қаласы әкімдігінің қабылдауында болып, Ақтөбе қаласындағы 80-ге тарта мектептің әкелерін бірігіп жұмыс жасауға бағыт бағдар көрсетіп жатыр. Жаңа мен сөзімді айтып кеттім, 17 аймақ 17 мәселені көтеріп жатыр. Біздің Ақтөбе осы ұлттық мәдениетті көтеріп жатса, Батыс Қазақстан осы экологиялық мәдениет. Келесі кезекте еңбекке баулуды Атырау облысы, Маңғыстау жері киелі тарихи зерттеулерді көрсетіп жатыр. Ал Түркістан жері ол жаңа жануарларға мейірімділік қасиеттерді көрсету мақсатында. Ал мына Екібастұз орталық Қазақстан аймағындағы әкелеріміз бұл жерде балалардың шығармашылық қабілетіне, яғни біз әр саланың, әр тәрбиенің әр бөлігін алып жатырмыз. Біз осы кезекте мен өзімнің аға екеуміз негізгі бастамашыл тобымыз бірінші кезекте әрбір әкеге дұрыс ақпарат жеткізе білу. Яғни кім білімді, сол қарулы деген мақсатта жұмыс жасап жатыр. Ол жерде бизнес тренингтерді ұйымдастыру бірінші кезекте, келесі кезекте ақыл кеңестер беру, үшінші кезекте аз қамтылған отбасылармен жұмыс, мүгедек балалардың әкелер тәрбие еткен адамдармен жұмыс. Сол мақсатты көбейту және де еңбекке баулу. Қазіргі таңда біздің жұмыс жоспарымызда бұйырса, Алла бұйырса, бәрі Алланың қалауымен ғой. Енді кезекте мына Нұрсейіт мөлтек ауданында, Есет Батыр мөлтек ауданында және де Батыс екі мөлтек ауданында әкелер аллеясы салынуы жоспарланып отыр. Оған Қостанайдағы біздің әкелеріміз қолдау көрсетіп, тегін түрде 500-ге тарта қарағай ағашы, қарағаштың қарағандай ауаны 2 есе көп береді. Соны біз осы 80-ге тарта мектеппен бірге отырып, әкелермен мамыр айында жоспарлап, егуді жоспарлап отыр. Сосын бізде түйірсіз қалыптасқан, ол ағаш егіліп, бірақ ол суарылмайды деген. Әрине, ол да қоғам арасында жүрген үлкен теріс пікірлердің бірі. Осы мақсатта біз Ақтөбе қалалық әкімдігіне тікелей ұсыныс білдіре отырып, әр аллеяның жанында арнайы су бұрғымасы, скважина қазып, суару жүйесі, яғни тамшыландыру суару жүйесі. Осы мақсатта біз кеше мектептер аралап жүрген кезде 58-ші мектепте тап осындай өз Құршыстай ауданында, Құршыстай ауылында осындай сипатта жұмыс жасап жатқан әкелер бізге көмектесеміз деп жатыр. Қалай
скважина қазу керек, қандай мақсаттар бар, қандай схемалар бар. Әрине көпті кірсе көл дейді. Басты мақсат баланы еңбекке баулуды көрсету керек. Себебі Ақтөбе қаласында анаға тағзым орталығы бар да, әкеге тағзым орталығы жоқ. Былай ойға салып қалатын болсақ, әкеге арналған бір ескерткіш жоқ. Батырларымызға да ескерткіш бар, бірақ әкеге арналған бір ескерткіш жоқ. Мысалдан осы мақсатта көбірек жұмыс жасау керек біз. Соны көрсету мақсатында жұмыстар атқарып жатырмыз. Жалпы қазақ қоғамында, қазақ халқының отбасылық тәрбиесінде әкенің алатын орны ерекше болған. Ол негізі қазіргі таңда да ол үрдіс сақталған, әкенің мысы, әкенің сөзі, оқтай, ол барлық негізі қазақы тәрбиеде өскен барлық отбасылар сақталған деп ойлаймын. Алайда кейбір болып жатқан жағдайлар сондай дүниелердің артын жауып кетеді. Сондықтан да көбінесе айтар жаңағы сөздері бар, еліміздің сондай бір тәрбие мен қазақы тәрбиені көрген, айтар жаңағы өтімді сөздері, өтімді ағалардың осындай дүниелердің басы қасында жүргендігі қуантады. Жалпы жаңа айтып жатырмын ғой, қазақи отбасыда әкенің мысы, әкенің сөзі деген дүние бар, әкенің бетіне келмеу деген сияқты дүниелер. Қазіргі таңда әкенің сөзінен көрі ананың сөзі балаға басымдылық етеді. Осыған қатысты ойларыңыз? Бірінші кезекте баланың ол білім беру саласында қазірден алатын болсақ, 40% ер адам мектептерде жұмыс жасайды. Ол көріп жүрген оқиғалар барлығы. Себебі бала өзінің 8 сағат немесе 5 сағат уақытын мектепте өткізеді. Екінші кезекте қосымша уақытын анамен өткізеді. Осы мақсатта келесі кезекте бізде әкелеріміздің көбіне табыс тауып көзіне қарай көп кетіп қалғанда балаға көп көңіл бөлуді және де жауапкершілікті үйрету керек. Себебі жауапкершілік басты міндет болып табылады ол. Себебі сіздің өзіңіз ұрпағыңыз ол өзіңіз ғана жауап бересіз. Ертең айтады, қай қазақта сұрама, кімнің анасы кім деп сұрамайды, әкең кім деп сұрайды, бірінші танысқан кезде, руың кім деп сұрайды. Сосын сол мақсатта көбірек жұмысты бағыттарын көрсету керекпіз. Жаңа айтып жатырсыздар ғой, Ақтөбе облысы бойынша ұлттық тәрбиеге қатысты дүниелер деп. Негізі қуантады осындай нәрселер. Жаңа айтып жатырсыз, руың кім деп сұрайды деген сияқты дүниелер. Осы ұлттық тәрбиеге қатысты қандай шаруалар, жұмыстар жүргізіледі алда? Енді Алла қаласа осы жаңағы осы айдан бастап қазір мектепшілік сайыс болады. Әкелердің арасында соның ішінде біз жаңағы қамшы өру, жүген өру нелерін сайыстарын қосып жатырмыз. Себебі сосын алдағы уақытта осы қалалық деңгейдегі сайыста осы қазір табақ тарату, сосын жаңағы қойды немесе жіліктеу сондайларды қосып жатырмыз. Енді жаңа қойда келіп соймағанымен ауызша сипат берсе де тренингтер көрсетіп сөйтіп атқарамыз деп жатырмыз. Себебі болашақ күйеулер, мысалы мен өзім басымда кездесті, ет тұрған кезде қысылып қаласын, тағы басқа сезін қолға соғудан бастап, ол бәрі сәлем етуден бастап барлығы көрсетіп кету керекпіз. Себебі қазір осы мақсатта біз облыстық ипподромды, облыс көкпар федерациясының азаматтарын осы әкелер қоғамдастығына тарту арқылы біз көрсетеміз. Қазақ жылқыдан түспеген, жылқы мінезді халық. Сол қасиетімізді ешқашан ұмытпау керекпіз. Керісінше біз қазақ қазір қасқа тәрізді халық болып бара жатырмыз. Қасқа тәрізді жалмауыз болып бара жатырмыз. Ол қасиетті жою керекпіз. Себебі ол бізге қажет емес. Себебі біздің ұлт болып сақталып қалуымыз ол өзіміздің қолымызда екенін ұмытпайық. Жалпы жаңа айтып жатырсыз, қазақ аттан түспеген деп, Ақтөбе облысының Байғанин ауданында, қателеспесем, көкпар ойыны үнемі өткізіліп тұрады. Сондай дүниелер шет аудандарда емес, қаланың өзінде ұйымдастырылса, жаңа ұлттық тәрбиеге қатысты дүниелер, малды жіліктеу, тағы да басқа сияқты дүние, қамшы өру сияқты дүниелер жастардың әсіресе жаңағы құлақтарда құйылып өсірілсе, негізі өзінің жаңағы нәтижесін береді деп ойлаймын. Жалпы жаңа айтып жатырмыз, қазақ жаңағы ұлдың тәрбиелеу көбінесе ер балаға қатысты, әкенің сөзі, ер балаға көбіне әке тәрбиесі десе, ер баланы тәрбиелеу керек деген сияқты дүниелер айтылады. Жалпы әке тәрбиесінің қыз баланың өміріндегі рөлі қандай? Осы туралы айта кетсеңіздер. Мен қыз бала рөлін айтып кететін болсам, халықта мындай әдемі мақалы бар. Ұлды тәрбиелесең, елді тәрбиелейді. Қызды тәрбиелесең, ұлтты тәрбиелейді. Басты бұл жерде жауапкершілікті көрсете білу керек. Сонымен қатар баланың арман мақсаттарын бірігіп жүзеге асыруға көмек беру керек. Қазір біздің дабыл қағазға уақытым келді. Себебі оның басты себебі Қазақстан бойынша 60 мыңға тарта жалғыз басты әкелердің өмір сүріп жатқанда. Ол сан күннен күнге көбейіп жатыр. Ол жерде басты күні әлеуметтік жағдай тағы басқа. Әлеуметтік жағдайға айтатын болсақ, Қазақстан 99% ажырасып кететін еді. Әлеуметтік жағдайға барлық мәселені тіреп қоятын болсақ. Ол жерде қыз баланың өзінің болашақ жар табынған кезде идеалының
сапалық дұрыстығын көрсете білу керек. Біз себебі қыз бала жар таңдаған кезде өзіне әкесіне ұқсайтын адамды таңдайды. Сол мақсатта көбірек көңіл бөлу керек. Ал ер адамға осы жерде жауапкершілік қыз балаға артық қана емес, ер адамға да көп көңіл бөлуді, бағыт бағдар көрсету керекпіз. Себебі толыққанды жетілген адам бірінші кезекте ол өзінің отбасын асырай алады. Сонымен қатар Қазақстанда мына аста төк заманды тоқтату керек. Ол мен тойды болдырмауды емес, мәселе ол екі үйленген жасқа барлық шығынды мойнына артып салмауды бағыт бағдар көрсету керек. Сонымен қатар қызды көбіне жаңағы өзіне еркелетіп отырып, жақын тартып отырып, тәрбиелегенде жөн деп есептеймін. Себебі еркелікті көріп өскен қыз әрқашанда өзінің бағыт бағдарын, жауапкершілікті мойнына арта алатын қыз болады. Дұрыс айтасыздар. Жаңа бір өзіңіздің сөзіңізде айтып қалдыңыз, жалғыз басты әкелер туралы. Жалғыз басты аналарға көмектесіп жатқан, қазір әлеуметтік мәселелерді шешіп жатқан әртүрлі жаңағы қоғамдық көптеген ұйымдар бар деген сияқты. Ал осы жалғыз басты әкелерге қатысты қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр, жүргізіледі? Осындай қорлар, ұйымдар бар ма жалпы елімізде? Енді бұл жерде жалғыз басты әкелерімізге де әлеуметтік көмек көрсетіледі. Бірақ енді әйел адам ол психологиялық тұрғыда ер адамға қарағанда пысықтау болады, сосын әйел адам өзінің жаңағы пысықтығымен жүреді. Ал ер әкелерді айтатын болсақ, осы Ақтөбе қаласындағы әкелермен сөйлесіп жүрмін. Олардың негізгі жаңағы проблемасы деп айтамыз ғой. Сол балаларын жоғары оқу орындарында немесе орта оқу орындарына түсіру өте қиынға соғады екен. Себебі енді жалғыз басты әке болып бала тәрбиелеп отқасын, асырап отқасын, оларға бір сондай бір қорқынышты саты да. Сол енді көп балалы әке тәрбиелеп отқан, сосын жаңа жалғыз басты әкелерімізге инвалид балалар тәрбиелеп отқан әкелеріміз бар. Соған кешегіде осы Қазақстан халқына Қазақстан халқына қорының басшысы мен онлайн кездесу болды. Сонда осы үндеуді жеткізгенмін. Алла қаласа осы оқу барысын, емделу барысын алдағы уақытта қарастырамыз деген. Енді бар қолымыздағы бар күшімізді, бар жігерлігімізді осы жалғыз басты әкелермен инвалид балалар тәрбиелеп отқан балалар, сосын жаңа көп балалы әкелерге бір көмегіміз тиісін деген мақсатта осындай жұмыс атқарып жатырмыз. Жалпы сіздерді көріп отырған экран ар жағындағы әкелерге айтар тілектеріңіз, сөздеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, мархабат. Енді құрметті әкелер, біздің қауымдастықтың қатарында болып, алдағы уақытта жастарымыз, балаларымызды тәрбиелеп, ұлтымызды, салт дәстүрімізді жоғалтпайтындай балалар тәрбиелеп бір болайық. Менің басты айтарым, кез келген әке өзінің ұлтына, баласына деген не беріп жатырмын, қандай көмек беріп жатырмын, сол мақсатта жұмыс жасауға алдырайық. Балаға ол материалды жағдай жасауға болады. Қазақта айтады, қолдан берсең құс та тоймайды деп. Керісінше тәрбиеге көп көңіл бөлу керек. Біздің қоғамдастыққа келіп қосылып, өзіңіздің қол ұшыңызды беріңіздер. Себебі біздің қоғамдастық дұрыс бағытта келе жатыр. Және де бір әдемі сөз аяқтай едім осы жерде. Бір әкенің тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды. Сіздің тәрбиеңіз қазіргі таңда өзекті. Қолымызды мезгіліне кеш сермеп жүрмейік. Бүгінге біздің бағдарламамызға уақыт бөліп келгендеріңізге зор алғыс білдіреміз. Бастаған істеріңіздің өнімді, жемісті болуына тілектеспіз. Әке мектебінің тәрбиесін 100 мектепте бере алмайды, өте дұрыс айтасыз. Сондықтан қазақы тәрбиедегі әкенің рөлін дұрыс қалыптастыруымыз керек. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі біздің бағдарламамыз тәмам. Сейсенбі, бейсенбі күндері Рик арнасы қосулы болсын.